қуырдақ пісіреміз. Қойдың етінен майымыз қызып тұр. Бүгінгі ауызашар уақытында қуырдақ жасаймыз. Мына жерде тұз қостық. Бір стакан осындай толтырып, бір су құйдым. И жақсылап тұрып, бір араластырамыз да. Басқа ештеңе қоспайсыздар, тек тұз, майға қуырасыздар, бір стакан су құясыздар, кішкене қайнап болғаннан кейін. Осы суы тартылғанша ол қуырыла береді, видите? Көрдіңіздер ме? Осындай болып шашыраңқы болып өсіп піседі осылай. Тағы да суы тартылғанша тұрады. Қуырдағымыз осылай болды. Суы бәрі отойды тартылды. Видите? Сосын өзіңізді жеп көресіздер ғой енді. Жұмсақ болу керек. Где-то 1,5 сағаттай қайнады. Енді осыған мынандай сливки 33% құямыз. Сливки, сосын немесе үйдің қаймағы бар ғой, сондайды да қолдансаңыз болады. Осы сливкиді тағы бір 10 минут осылай тағы пісіресіздер. Видите, ақ болды. Ол қазір 10 минуттан кейін дәмі, сливкидің дәмі, сүттің дәмі жаңағы етке сіңіп кетеді. Сол кезде дәмі күшті болады. Болды, осыдан кейін сосын жаңағыдай қолданымызды болады.